Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Боранбаева Гүлжан Сенбекқызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пәндер оқытушысымын. Сіздерге операциялық жүйелер және бағдарламалық қамтамасыздандыру пәнінен дәріс беретін боламын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіріспе. Мақсаты есептеу техникасының даму тарихы мен ның буындарымен таныстыру, яғни электронды есептеуіш машинаның буындарымен таныстырамын. Есептеу техникасы кез келген ақпарат түрін автоматты түрде жылдам өңдеуге арналған электрондық құрылғылар жиыны. Бір-бірімен нақты түрде байланысып, бір тұтас кешенді қызмет атқара алатын құрылғылар жиыны есептеу жүйесі деп аталады. Есептеу жүйелерінің орталық құрылғысы электрондық есептеу машинасы немесе компьютер болып саналады. Бұл күнде компьютер әртүрлі мәліметтерді өңдеп, есептеу жұмыстарын атқара алатын және де кез келген символдарды түрлендіру істерін жылдам орындайтын бағдарламаланатын электрондық құрылғы. Яғни бұл компьютер ағылшын тілінің компьютер деген сөзінен шыққан, аудармасы есептеуіш деген мағынаны береді. Есептеуіш техниканың даму кезеңдеріне тоқталып өтейік. Бірінші бұл қол. Яғни бұл біздің эрамызға дейінгі 50-ші мыңжылдықтан басталады екен. Екіншісі механикалық. Яғни бұл 17-ші ғасырдың ортасынан бастау алады. Келесі бізде электромеханикалық. Бұл 19-ші ғасырдың 90-ші жылдарынан басталады. Ал келесі электрондық. Яғни бұл 20-ші ғасырдың 40-ші жылдарынан бастау алады. Бірінші есепшоттар бірінші абак деген атпен Батыс Европада 15-16 ғасырларда пайда болды. Яғни мына біз суретте көріп тұрған бұл құрылғы абак деп аталды. Келесі суанпан. Яғни бұл Қытайда пайда болды 6 ғасырлардан бастап. Міне суретте көріп тұрғандай осы құрылғы. Келесі серобян. Жапония мемлекетінде пайда болды. Бұл 15-16 ғасырларды қамтыды. Яғни мына суретте тұрған есепшотымыз. Келесі есепшот, яғни бұл Ресейде 17-ші ғасырда пайда болды. Яғни біз өзіміздің қолданып жүрген есепшотымызды айтсақ болады. Есептеуіш машиналарға тоқталатын болсақ, логарифм сызғышы, яғни бұл 1761 жылы Робертсон деген ғалым ойлап тапқан, яғни бұның қызметі навигациялық есептеулер жүргізуге арналған. Яғни мына суретте көріп отырған құрылғымыз. Келесі Паскаль машинасы, яғни бұл 1642 жылы Блез Паскаль деген ғалым ойлап тапқан. Яғни мына суретте көріп отырғанымыздай мынау Блез Паскаль машинасы. Яғни бұның қызметі көп мәнді сандарды қосуға арналған екен. Келесі арифмометр. Бұл 1694 жылы Лейбниц деген ғалым ойлап тапқан мына құрылғы. Бұның атқаратын қызметі күрделі қосу мен алу, бөлу, көбейту, квадрат амалдарды орындауға арналған. Келесі машинамыз аналитикалық машина. Мына суретте көріп отырғанымыздай, бұл аналитикалық машина. Бұл 1833 жылы Чарльз Бэббидж ойлап тапқан болатын. Бұл машинаның қызметі қазіргі компьютерге ұқсас болды. Компьютердің атасы деп айтсақ та болады. Келесі біздегі холерит машинасы, яғни 19 ғасырдың соңында пайда болды. Герман холерит деген ғалым ойлап тапқан. Сол ғалымның есімімен холерит машинасы деп аталған. Яғни бұның қызметі, біз суретте көріп тұрған машина бізде холерит машинасы. Оның қызметі қандай? Перфорациялау, сұрыптау, қосу, сандық кестелерді басылымға шығару. Осы қызметтерді атқарған екен бұл машина. Келесі бізде Марк 1 машинасы. Мына суретте көріп отырғанымыздай Марк 1 машинасы. Яғни бұл 1944 жылы Говард Айкен деген ғалым ойлап тапқан. Бұл автоматты есептеуіш машина. Енді осы машиналарға тоқталып өтсек. Яғни Чарльз Бэббидждің аналитикалық машинасы бұл 1833 жылы шыққан. Алғашқы есептеуіш автоматтың авторы Чарльз Бэббидж еді.
Сондықтан оны көптеген адамдар қазіргі компьютердің атасы деп атайды. 1833 жылы ол бағдарлама арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. Дүние жүзі бойынша алғашқы 1846 жылы Чарльз Бэббидж машинасына бағдарлама жазған Ада Лавлейс бағдарламаушы деп саналады. Келесі, яғни бұл 1887 жылы шыққан Герман Холерит есепші перфорациялық машина құрастырған еді. Холерит компьютер шығаратын IBM фирмасының негізін қалаған. Келесі Марк 1, яғни бұл 1944 жылы пайда болған машина. Құрастырушы Говард Айкен ақштағы алғашқы автоматты компьютер болып саналады. Ұзындығы 17 метр, салмағы 5 тонна, 75 мың электронды лампадан құрылған, 3 мың механикалық реледен тұрады. Көбейту 3 секунд, бөлу 12 секундты алады екен. Енді электронды есептеуіш машина буындарына тоқталып өтейік. Электронды есептеуіш машина буындары, яғни 4 түрге бөлінеді. Бірінші буын, бұл біз жаңа суретте көріп тұрғанымыздай электрондық шамдар. Екінші буынымыз, яғни жартылай өткізгіш транзисторлардан құралған. Үшінші буынымыз интегралды схема, ал төртінші буынымыз бұл үлкен интегралды схемалар. Мына суретте көріп тұрғанымыздай. Енді әрқайсына тоқталып өтетін болсақ, емнің бірінші буыны, яғни 1946-1958 жылдарды қамтыған екен. Электронды шамдармен жұмыс істеді. Есептеу жылдамдығы секундына 10-20 мың операция орындады. Әр машинаның өз тілі болды. Бұл жерде операциялық жүйелер болған жоқ. Енгізу және шығару ферроленталар, феррокарталар, магнитті таспалармен жұмыс жасаған екен. Келесі екінші буынына тоқталатын болсақ, бұл 1958-1964 жылдарды қамтыған екен. Бұл жерде жартылай өткізгіш элементтер, транзисторлар пайда болған. Жылдамдығы секундына 10-200 мың операция орындаған. Алғашқы операциялық жүйелер, яғни алғашқы программалау тілдері Портран, Алголь деген жаңағы бағдарламалау тілдерін пайдаланған екен. Мәліметтер сақтау құрылғылары, яғни магниттік барабандар, магниттік дискілер пайдаланған екен. Емнің үшінші буыны, яғни 1965 пен 1980 жылдарды қамтыған. Бұл жерде интегралды микросхемалар пайда болды. Есептеу жылдамдығы секундына 1 миллион операцияға дейін орындады. Жедел жады 100 мың байттан құралған екен. Операциялық жүйелер жадты, құрылғыларды, процессор уақытын басқарған екен. Программалау тілдері, яғни бағдарламалау тілдері Basic, Pascal, C деген тілдерді пайдаланған екен. Және тағы бір айтып кететін жағдай, программалар үйлесімділігі. Біздің келесі төртінші буынымыз 1972 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі уақытты қамтиды. Үлкен және аса үлкен интегралды схемаларды пайдаланды. Дербес компьютерлер пайда болды. Қарапайым пайдаланушылардың пайда болуы, графикалық интерфейстің қажеттілігі болды. Әрекет ету жылдамдығы секундына 1 миллиард операциядан жоғары болды. Оперативті жад бірнеше гигабайттан құралды. Көп процессорлық жүйе, компьютерлік жүйелер, мультимедиа мүмкіндіктері, графика, анимация, дыбыс. Міне осылар пайда болған екен. Қазіргі кезде бұдан да жоғарғы жаңағы компьютерлер, қазіргі кезде ноутбуктар осы пайда болып жатыр. Жылдан жылға техника даму үстінде. Үйге тапсырма, есептеуіш машиналарға зерттеу жасау, айырмашылығы, артықшылығы. Яғни мен бірнеше машиналарды атап өттім. Тағы да айтылмай қалған машиналарды зерттеп, соларға талдау жасап, айырмашылығын, артықшылығын табуымыз керек. Және осы тақырыпқа байланысты презентация жасауымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.